үкімет жаман, отбасылық жаман, анау мынау жаман деп айтқаннан ештеңе өзгермейді. Иә, түсінемін. Сіз жаман дегеннен олар күшті болып, мә деп сізге де мә үйді бере салмайды. Ол кәдімгі заң аясында жұмыс жасайды. Кез келген. Бұл жерде барлық заң түрде бәрі жасалған, действительно пропорция сақталған. 20% жаңағы жетім балаларға өзіңіз көпсіз ғой, 50% әлеуметтік осал топтарға, 21-30% жаңағы қалған 21 адамға деп бөліп тұр. Оның барлығы заңды. Қай жерге қалай барсаңыз да, бұның бәрі көрсетті, заңда былай жазылған, мынау былай жазылған, мынау сіздің тұрған уақытыңыз деп сізді шарт салады. Қазір мынаның ішінен төлемақы қабілет деген дүние бар. Оның табысынан өте алмай қалады. Талай адам болады. Біз мына бәрі өткеннің бәрі қазір барып жүгіріп барып оларға уақыт береді. Апта бере ме, 2 апта бере ме, отбасыға көз жариялайды. Сол уақыттың ішінде олар төлемақы қабілетін растау керек. Сөйтіп те растай алмай қалатын адамдар болады. Немесе атынан үй шығып қалғандар болады. Немесе осы уақытқа дейін жаңағы пропискадан шығып кеткендер болады. Жаңағы бюджет работник болып тұрды, бірақ ол жерде қазір жұмыс жасамайды. Сондықтан онымен бермейтін де қалатындар. То есть түрлі себептермен беріп тұрған үйді алмай қалатын варианттар бар. Мына 73 адам ба, соған примерно бір 30 адамды тағы алып қояды да жартысын. Бұны резерв деп қойып қоятын. Мына өтпей қалыватса мынадан шақырамыз деп. Резервтегілерде үміттер болатын да, қазір ондай резерв деген жоқ. Не үшін аптысы? Не үшін 70-тен өтпей қалды ма? Ішінен айталық бір 30 адам өтпей қалды дейікші. 30 адам квартира бос болып қала ма? Сол 30 адамға қайтадан қосымша тағы да набор деп міндетті түрде жариялайды. Сөйтіп тағы да үй береді. Онымен тағы да қатысады. Одан да өтпей қала ма? Одан қалып қоя ма? Тағы до конца кете береді.